Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 5-ші күн. Бүгін өзіңізге құрметпен қарап, жақсы көру жөнінде көбірек мәлімет алып, ақыл-ой жан мен тән әрдайым жоғары бағалануы тиіс ғажайып сый екенін түсінесіз. Бүгін таңертең оянғанда қандай сезімде болдыңыз? Айнаға қарап, мен сені жақсы көрем, жаным, мен сені шын жақсы көрем деп айтқанда күлімсіредіңіз бе? Өз сезіміңізге сене бастадыңыз ба? Бірнеше күн үзбей айнамен жұмыс істегеннен кейін өміріңізге өзгеріс еніп жатқанын байқайсыз. Мүмкін сіз көбірек жымия бастаған шығарсыз. Айнаға қарап, әдемі жүзіңізді көргенде өзіңізді әлдеқайда жақсырақ сезінетін боларсыз. Өзіңіз жайлы ойлағанда жайма шуақ күйге бөленсеңіз де таңғалмаймын. Сіз айнаның ар жағындағы адамды жақсы көріп, қолдап қоштай бастадыңыз ба? Махаббат кез келген дерттің дауасы. Өзімізді жақсы көру өмірімізге неше түрлі таңғажайып әкеледі. Өз басым, қандай мәселе болса да, оны шешудің ең дұрыс жолы өзіңді жақсы көру екенін түсіндім. Өзіңді сүю дегеніміз ішкі күйіңізге де, сыртқы күйіңізге де үлкен құрметпен қарау. Бұл сіздің ақыл ойыңыз, тәніңіз бен жаныңыздың кереметіне деген шексіз ризашылығыңыз. Өзіңді сүю, бұл сен болуға қабілетті жүрегіңді барынша толтырып, жарқырап күлуден шаттанып, өзіңді соншалықты сыйлау. Өзіңді өзіңе танытып, болмысыңды осы күйінде қабылдай алмасаң, өзіңді шын жақсы көру мүмкін емес. Өзіңді әлсін сөгіп, сынып мінеп отырсаң ба? Сізді ешкім жақсы көрмейтініне, сіз сүю мүмкін емесіне сенесіз бе? Апыр-топыр, бей-берекет өмір сүресіз бе? Кездестірген ғашығыңыз әдетте сізді кемсіте ме? Тәніңізді зиянды тамақпен және негативке толы ойлармен қорлайсыз ба? Егер өзіңіздегі бар жақсылықты қандай да бір жолмен жоққа шығарсаңыз, бұл өзіңізді жақсы көрмейтініңіздің белгісі. Осы орайда жанаспалы линза тағатын бір әйел есіме түсіп отыр. Ол айнамен жұмыс істеп жүріп бала кезінен келе жатқан ескі қорқынышынан арыла бастады. Бірнеше күннен кейін жанаспалы линза мазалап жүргенін айтып шағымданды, өйткені азапқа айналғанда, жан-жағына қараса, бәрі анық тұр дейді. Сонда да ол күні бойы жоқ, мен бұған сенбеймін, сене алмаймын деп күбірлеп жүрді. Бұл оның сол күнгі аффирмациясы болды. Келесі күні ол линзасын қайтадан тағып алды. Ол көзінің көру қабілеті аз уақытта жақсарып кеткеніне сенбеді, яғни сенуге өзіне рұқсат бермеді. Сөйтіп шынымен де қос жанары қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Ғалам оған сұрағанын берді. Міне, ойларымыздың қаншалықты құдіретті екенін осыдан көруге болады. Кішкентай кезіңізде қаншалықты мінсіз болғаныңызды ойлап көріңізші. Сәбилерге мінсіз болу үшін ештеңе істеудің керегі жоқ. Олар осы тұрған бойы мінсіз және өздері мұны жақсы білетін сияқты. Олар бүкіл әлемнің назары өзінде екеніне сенімді. Сондықтан қалағанын сұраудан қорықпайды. Олар эмоциясын емін еркін көрсете береді. Сіз нәрестенің ашулы екенін сол заматта білесіз. Шынын айтқанда, сіз ғана емес, оны бүкіл көршілер естиді. Сондай-ақ олардың шаттанғанын да бірден байқайсыз. Баланың күлкісі бөлмені нұрландырып жібереді. Олардың тұла бойы махаббатқа толы. Кішкентай сәбилер сүйіспеншілікке бөленбесе өледі. Біз есейіп, жасымыз ұлғайған сайын махаббатсыз өмір сүруді үйренеміз, ең болмағанда солай істеуге тырысамыз. Бірақ балалар бұған шыдамайды. Нәрестелер денесінің әр бөлігін жақсы көреді. Бір кездері сізде сондай болдыңыз. Бәріміз сондай едік. Кейін қорқынышқа бой алдырған ересектерді тыңдап, өзіміздің ғажап екенімізді жоққа шығара бастадық. Бүгінше бүкіл сын мен жағымсыз сөздерді ысырып қоя тұрыңыз. Көңіліңізді түсіретін және өзгерістерге қарсы тұратын ескі ойлау жүйесін ұмытыңыз. Басқа адамдардың сіз туралы не ойлайтыны сізді тіпті де мазаламасын. Олай болса, мына аффирмацияны айтайық. Менің қолымнан бәрі келеді, мен қабілеттімін. Мен сүюге лайықпын. 5-ші күн айна жаттығуы. Айна алдына барыңыз. Көзіңізге тура қараңыз. Мына аффирмацияны айтыңыз, мен өзімді сүйемін және қолдаймын. Аффирмацияны қайталай беріңіз, мен өзімді сүйемін және қолдаймын. Осы аффирмацияны күніне кем дегенде 100 мәрте қайталаңыз. Иә, қағыс естіген жоқсыз 100 рет. Махаббат пен мақұлдауды өзіңіздің күшіңізге айналдырыңыз. 6.
Айнаның жанынан өткен сайын немесе бір жерден өз бейнеңізді көрген сәтте осы аффирмацияны қайталаңыз. Бұл менің жылдар бойы жүздеген адамға беріп келе жатқан жаттығуым. Оны орындаған адамдар шынында да таңғаларлық нәтижеге қол жеткізді. Есіңізде болсын, айнамен жұмыс істеуден теориялық пайда жоқ, ол тек іс жүзінде жемісін береді. Сіз оны жасасаңыз, өміріңіз шын мәнінде өзгереді. Осындай семіз бола тұра қай бетіммен өзіме қолдау көрсетем? Немесе осылай позитивті ойлай алатыныма сенбеймін. Мен ондай жақсы адам емеспін, сынды жағымсыз ойлар мазаласа, оларға қарсы тұрмаңыз, күреспеңіз, қуалап баға бермеңіз. Оларда осында болсын. Өзіңіз шынымен бастан өткергіңіз келетін нәрсеге, атап айтқанда, өзіңізді жақсы көруге және қолдап қолпаштауға назар аударыңыз. Сіз өзіңізді жақсы көріп, көрмектеуге көбірек көңіл бөлу арқылы баса көктеп кіріп, көкейде тұрып алатын теріс ойларды ақырын ғана жөніне жібере аласыз. Күнделікті істеп жатқан айнамен жұмысымыздың мәні шын мәнінде кім екенімізді түсінуге тырысып, өзегімізге оралу. Біз өзімізді кінәламаған кезде ғана кім екенімізді білгіміз келеді. Ғаламат күш-күшіңізде. 5-ші күннің күнделік сұрақтары. 1. Өзіңізді ұнатпайтын немесе дұрыс бағаламайтын кездерде оны қалай көрсетесіз? Мысалы, дене бітіміңізді сынап мінейсіз бе? Өз-өзіңізге ұрсып, жер-жебіріңізге жетесіз бе? 2. Басқалар сіз туралы қандай жағымсыз нәрсе ойлауы мүмкін, соларды жазыңыз. Оның әрқайсысын оң пікірге айналдырып, аффирмацияны қолдан жасаңыз. Мысалы, анам маған семісің дейді деген ойды, осы тұрған бар болмысыммен әдемімін деп өзгертуге болады. 3. Өзіңді жақсы көруге қандай себебіңіз бар? Бәрін тізіп жазып шығыңыз. Адамдар неліктен сізбен бірге уақыт өткізгісі келеді, сол жайында бөлек тізім жасауға болады. 4. Осы махаббатқа толы тізімдерді күн сайын көзге көрініп тұратын бір жерге іліп қойыңыз. 5-ші күнгі жүректегі ойлар. Дәл осындай болғаныма ризамын. Ешкім ешқашан сынамайтын тыныш өмір сүрсең қандай керемет болар еді, ойланып көрдіңіз бе? Өзіңізді толығымен еркін әрі жайлы сезіну ғажап емес пе? Таңертең тұра салып бүгінгі күннің сөзсіз керемет күн болатынын білесіз. Өйткені бәрі сізді жақсы көреді, және ешкім тиіспейді, қорламайды. Әлбетте, өзіңізді тамаша сезінесіз. Білесіз бе, сіз шынымен дәл осылай өмір сүре аласыз. Сіз осыны жасап, өз үлгіңізді ешкімнің ойына келмейтін теңдессіз тәжірибеге айналдыра аласыз. Таңертең ұйқыдан ояна сала тағы бір күнді өзіңізбен бірге өткізетініңізді ойлап, қуанышын сезіне аласыз. 5-ші күннің медитациясы. Өзіңді бағалауды үйренетін аффирмациялар. Менің таңдауым әрқашан өзімді жақсы сезіну. Мен өз махаббатыма лайықпын. Мен аяғымда нық тұрмын. Өз күшімді қабыл аламын және қолданамын. Өз атымнан сөйлеуге қорықпаймын. Мені тура осы күйіммен, болмысыммен жақсы көреді және қабылдайды. Өз-өзімді жоғары бағалаймын, өйткені мен өзімді шексіз құрметтеймін. Менің өмірім күннен күнге таңғажайыпқа айналып келеді. Әр жаңа сағаттың не әкелетінін асыға күтемін. Мен тым аласа немесе тым толық емеспін, және ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емеспін. Өмір мені барлық жағынан қолдайды. Менің санам салауатты, таза, позитивті ойларға толы. Бұл менің тәжірибемнен де көрінеді. Мен жасай алатын ең үлкен сыйлық сөзсіз махаббат. Мен өзімнің кім екенімді жақсы көремін. Мен енді өзімді жақсы көру үшін мінсіз болатын кезімді күтпеймін. Әр күніңізге сәттілік. Каналға жазылып қоңырау батырмасын басып қойыңыз.